Каусар дейтін қыз ғой, Каусар дейтін шекер қыз ғой, әке. Ал бүгін маманың YouTube каналы 1000 подписчик болды. Құда қаласа 1000 подписчик. Каусар дейді. Миллионға аз қалды. Құда қаласа миллион. Миллион бола берсін. Оқырман ғой. Қазір 1000 оқырман болды дейді. Тұрсынай Серікбаева каналдың аты. Тілек айтыңдар апасына. Ал, бастаңыз, баба. Табысты бол, жемісті бол айтып. Каусар қызымыз өсе берсін. Амин. Біздің отбасылық каналымыз. Кім екен 1000 подписчик? Жемісті болсын, табысты болсын каналыңыз. Құдай қаласа анада бір тез іштегеніңіз 1 миллион подписчик болып тұрсын. Оқырмандарыңыз көбейе берсін, Құдай қаласа. Сапалы видеоларыңыз көп болсын. Амин. Құдай қаласа. Миллионға жетейік. Иншалла. Амин. Қырқынан шығарылдақ қойсаш. Каусар? Медицинада да қалпына келу кезеңі болып саналады. Себебі жатырдан шыққан бала жаңа ортаға бірден бейімделе алмайды. Вирустарды, жұқпалы ауруларды, адамдардың теріс энергиясында тез қабылдайды. Сол үшін де ата-әжелеріміз 40 күнге дейін сәбиді ешкімге көрсетпеуге тырысқан, және сәбиді қырқынан шығармайынша бетінен сүймеген. Түсінік бойынша қырқынан шығарғаннан кейін ғана баланың тәні таза болып есептеледі.